Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, шопандар. Шаруа қожалығындағы қойларды назарларыңызға ұсынып қояйын деп жатырмын. Легендарный волчоктың баласы Аю 15 қойға түскенін білесіздер. Оны Аю түсіп жатқанда көрсеткенбіз. Бүгін сол 15 қойды назарларыңызға ұсынамын. Бойын өлшейік, құлағын өлшейік, қандай элита қойлар екенін тамашалап қойыңыздар. Құдай қаласа бұлар 4-5 күн ішінде туады. Метрді қойдым, тамашалап қойыңыздар. Жобамен бір 92-93 сантиметр. Кольцосы 20 сантиметр. Оң ғой. Мына бір гигант қойын бірінші туатын сияқты. Желіндеп жақсы болып қалыпты. Бұйыртса осыдан қошқар туылатын болса, ой, ерекше. Әкесі де үлкен, шешесі де үлкен. Енді анасы 93 сантиметр, Аю өзі 1 метр 3 сантиметр. Енді қандай қошқар түсетін, қандай қоз түсетін көреміз. Қошқар тұмсық. Тамыздың 23-не қойғанбыз Аюды. Қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар 5 ай болды. Құдай қаласа 4-5 күнде нәсіп болса Аюдың қозларын көрсетеміз. Аю, легендарный Аю, қазір Қазақстандағы ең танымал қошқарлардың бірі болып қалды. Әкесі сонау волчок, ол да хит, ол да легенда. Аю өзі қозларды мықты беретін қошқар болып есептеледі. Осының өзі бір қызық қой. 5 ай бұрын қошқар қоясың, қарайсың, қайсы қысыр қаған, қайсы буаз деп. Оның өзінің бір рахаты бар. Тұмсығы да зор екен да бұны. Назарларыңызға Максимустың бел баласы өзім алып қалған. Өткенде де көрсеттім. Мүсін деген тоқты қошқар. Атын Мүсін деп қойдым. Тамашалап қойыңыздар. Мүсін десе мүсін ғой. Жүрісін қара, тұрысын қара, құлағын қара, жүнінің қылшықтығын қара. Максимустың бел баласы. Мүсін десе мүсін ғой. Тыртау адам, қасындағы нөкерлер қара құрттай. Тыңдау адам, қасындағы нөкерлер қара құрттай.